Қазір біз 2020 жылы ұлттық бірыңғай тестілеуде келген математикалық сауаттылық нұсқасын талдайтын боламыз. Ендеше бірінші есеп, 1-ден 2019-ға дейінгі барлық натурал сандардың көбейтіндісін 5-ке бөлгендегі қалдықты табу керек екен. Жазып алайық. 1-ден 2019-ға дейінгі сандардың көбейтіндісі дейді. Арасынан кез келген бір санды суырып аламыз. Мысалы 15-ті алайық. 15-ті 5-ке бөлгенде бізде қалдық 0-ге тең. Енді осы 15-ті біз кез келген санға көбейтейік. Осы 1 мен 2019 арасындағы. Мысалы 7-ге көбейтейік. Бізде 105 болады. 105-ті 5-ке бөлетін болсақ, бізде 21 шары 0 қалдық. Осы 15-те біз қандай санды көбейтсек те, ол бізде 5-ке бөлінетін болады, яғни қалдығы 0-ге тең болатын болады. Бұның арасынан бізде көбейтіндінің арасынан кез келген 5-ке бөлінетін сан болса, демек қандай сандарды көбейтсек те, бізде 5-ке бөлген кезде қалдық 0 болып отырады. Бұның арасында бір 5 болса да, немесе бір 10, сол сияқты кез келген бір сан табылса болғаны. Мысалы, 1 мен 9-ның арасындағы сандардың көбейтіндісі 5-ке бөлінеді ма дейді. Бөлінеді, себебі арасында бір 5 бар. Егер арасында бір 5 болса болғаны, ол 5-ке міндетті түрде бөлінеді, қалдықсыз. Демек, жауабы мұнда А 0. Келесі есеп. А тең 8, Б тең 6 болғанда, А-ның мәнін 3 еселеп, Б-ның мәнін квадраттап, олардың көбейтіндісін табыңыз дейді. Демек, 3 еселенген А және көбейтілген Б-ның квадраты. Осыны табу керек екен. Мұнда 3 көбейтілген 8, демек, Б-ның квадраты бізде 6 квадрат. Бұл тең болады бізде 24 көбейту 36. Мұнда бізде 864. 864 жауабы бізде Д-да тұр. Бұл оңай есептердің бірі. Айтпақшы бізде ұбт-да калькулятор қолдану рұқсат берілетін болады. Сондықтан бұл есептер еш қиындықсыз шығады деп ойлаймын. Келесі есеп 6, 4, 3 және 5 цифрларымен 6, 4, 3, 5 цифрларымен жазылған ең үлкен сан және 2, 8, 7 цифрлармен жазылған ең кіші санның айырмасын табыңыз дейді. Бізде мұнда 4 таңбалы сан берілген. Ең үлкен сан шығару үшін бізде үлкеннен бастауымыз керек. Ол 6, 5, 4 және 3. Сонда бізде 6543 шықты. Және мына сандарды пайдаланып, ең аз кіші санды шығару үшін бізде кішісінен бастаймыз. Сонда 2, 7, 8, 278. Айырмасын тап делінген. Азайтқан кезде бізде 6265 шығады. 6265 жауабы бізде В-да тұр. Келесі есепке көшеміз. Диаграммада 9-шы сынып оқушыларының алгебра пәні бойынша 1-ші, 2-ші және 3-ші тоқсандағы қорытынды бағалары көрсетілген. Осы мәліметтерге сүйене отырып, қай тоқсанда 3-тік бағамен аяқтаған оқушы саны ең көп болған анықтаңыз. Қай тоқсанда 3-тік бағамен аяқтаған оқушы саны көп. Алдымен 1-ші тоқсанды қарастырайық. 1-ші тоқсан бізде осылай боялған екен. 1-ші тоқсанда бізде 3-тік баға. 3-тік. 3-тік баға бізде 1-ші тоқсанда 12. 2-ші тоқсанда, кешіріңіздер. 3-тік баға 1-ші тоқсанда 12. 4-тік баға 10. 5-тік баға 3. Бізде мұнда 1-ші тоқсан бойынша ең көп баға, ол 3-тік баға, 12 болып тұр. Демек, 1-ші тоқсанды аламыз. Ал 2-ші тоқсанды көрейік енді. 2-ші тоқсан бойынша бізде 3-тік баға 9, 4-тік баға 12, 5-тік баға 4. Мұнда бізде ең көп баға, ол 4-тік баға болып тұр. Бізде 3-тік бағалар керек. Демек, 2-ші тоқсан саналмайды бізде. Енді 3-ші тоқсанды көреміз. 3-ші тоқсан бойынша бізде
3-тік баға 7, 4-тік баға 13, 5-тік баға 5. 5 үштік деген сөз. 5 оқушы 5-тік баға алған деген сөз демек. Мұнда бізде 4-тік баға 13 оқушы алған. Бізге бұл керек емес, бізде 3-тік бағалар саны көбі керек. Демек бұл 90-ды да алмаймыз. Демек бізде жауабы тек қана бірінші 90-да ғана. Ең көп 3-тік бағалар саны болған. Ол бізде Д жауабында тұр. Келесі есепке көшеміз. Айбол үйінен шығып, шығыс бағытқа қарай 600 метр. 600 метр. Содан соң солтүстік бағытқа қарай 800 метр. 800 метр жүрді. Айбол үйінен қандай қашықтықта тұрғанын табыңыз. Демек, бізде бастапқы нүктесі мынау үйі тұғын. Бұл қашықтықты табу үшін бізде тікбұрышты үшбұрыш шықты. Гипотенуза болып тұр бұл бізде С. Гипотенузаның формуласы бойынша А квадрат плюс Б квадрат. Сының өзі бізде түбірасты А квадрат плюс В квадрат. Демек, орнына қоямыз. 600 квадрат қосу 800 квадрат. Сонда бізде түбірастынан 1000 шығады. Миллион шығады, түбірастында 1000 болады. 1000 метр. 1000 метр дегеніміз бұл бізде 1 километрді береді. 1 километр бізде С жауабында тұр. Бұл формула барлығымызға оңай деп ойлаймын. Пифагор формуласы. Келесі есеп. Есептеңіз дейді. Бұл бізде комбинаториканың формуласы. S, N, M. N факториал бөлінген M факториал N минус M факториал. Осы формула бойынша шығарамыз. Бұл комбинаториканың ең қарапайым формулаларының бірі. Енді орнына қойып есептейік. S 10-да 10 тең 10 факториал бөлінген 10 факториал. Жақшаның ішіне 10 минус 10-ның факториалы. Мұнда 10 факториал қысқарады. Сонда бізде 1, 10 минус 10, 0, демек 0 факториал қалады. Естеріңізге сала кетейін, 0 факториал дегеніміз бізде 1-ді береді. Ешқандай да 0 емес. Осыны жаттап алыңыздар. Демек 1 бөлінген 1 бізде 1. Екіншісі С 10-нан 1 дейді. Мұндағы бізде 10 деп отырғанымыз n-нің мәні, 1 деп отырғанымыз m-нің мәні. Орнына қоямыз 10 факториал бөлінген 1 факториал, жақшаның ішіне 10 минус 1-дің факториалы. Негізінен факториал деп отырғанымыз, мысалы 10 факториал болса, 1-ден бастап сол санға дейінгі сандардың көбейтіндісі деген сөз. Оны былай жазуға болады. Бізге ыңғайлы болу үшін 9 факториал көбейтілген 10. Бұл дегеніміз 10 факториалды береді. Бөлімінде бізде 1 факториал 1-ге тең, 10 минус 1-дің факториалы 9. 9 факториал қалады. 9 факториал мен 9 факториал қысқарады да, оның өзі қалады. Демек, мұнда бізде бірінші 1 шыққан болатын, екінші 10 шыққан болатын. Бұнда жауабы 11. 11 жауабы бізде D вариантында тұр екен. Бұл комбинаториканың формулалары негізінен оңай. Оны толығырақ курс барысында айтып өтемін. Келесі есеп, берілген екі натурал санның біреуі екіншісінен 4-ке артық. Олардың көбейтіндісі 192-ге тең. Осы сандарды табыңыз дейді. Бұның шешудің екі түрлі әдісі бар. Біреуі жауабына қарай жаза салу, екіншісі шығару жолымен. Әрине біз шығару жолымен көрсетеміз. Ол үшін былай жасаймыз. Екі сан аламыз. Мысалы, x пен y деп алайық. X-ті үлкен деп алайық. Сонда бізде x нешеге тең? Y-ге 4-ті қосқанға тең. Демек 4-ке артық деген сөз. Олардың көбейтіндісі 192-ге тең дейді. Яғни x көбейту y бізде тең 192. Енді осы жерде біз x-тің орнына y плюс 4-ті қояйық.
y плюс 4, мына x-тің орнына қойып жатырмыз, y-тің өзін жазамыз, тең 192. Жақшаны ашамыз, y квадрат плюс 4y минус 192. 192-ні мына бетке жібереміз. Сонда бізде квадраттық теңдеу шығады. Осы жерден біз дискриминант табамыз. Дискриминант деп отырғанымыз формуласы v квадрат минус 4ac. Демек, 4-тің квадраты 16, минус 4 көбейтілген 1-ді жазбай ақ қоямыз, және көбейтілген минус 192. Мұнда бізде калькулятормен қолдана саламыз. 192-ні 4-ке көбейтеміз. Сонда 784 шығады екен. 784. 784-тен бізде түбір астында 28 шығады. Демек, бұл дегеніміз 28-ның квадраты. Ал енді y бар, y2-ні табайық. Мұның формуласы бізде минус b плюс минус түбір астында дискриминант бөлінген 2a. y1, 2 тең минус b бізде минус 4 плюс минус 28 бөлінген a бізде 1-ге тең, сондықтан 2-дан жазамыз. Сонда бізде минусты қоятын болсақ, минус 4 минус 28, 32, 2-ке бөлсек 16. Бізде мұнда тек натурал сан, оң сандарды ғана аламыз. Бірінші жауап 16, екінші жауап плюс деп алған кезде 28, 4 азайтамыз 24, 2-ке бөлсек 12. 12 мен 16 деген жауап бізде D вариантында тұр. Так, екеуін, біреуі екіншісінің 4-ке артық, және көбейтіндісі 192-ге тең. Дұрыс. Ал егерде жаңа бірінші жолы бойынша, қою амалы бойынша есептеп көре салсақ та болады. Ол үшін біз 18-ге 14-ті көбейтеміз. Көбейтіндісі 192-ге тең емес. Дәл солай барлығын көбейтіп шығамыз жеке-жеке бір-бірімен. Сол кезде қайсының жауабы 192-ге тең болады, сол дұрыс жауап. Солай тез шығара салуға да болады. Келесі есеп. Төменде графикте бір сыныптың математика пәнінен емтихан нәтижелері ұпайлары көрсетілген болса, бұл ұпайлардың арифметикалық ортасын табыңыз. Негізі арифметикалық ортасы дегеніміз барлығын қосып, соның санына бөлу. Бізде арифметикалық ортасы болып табылады. Мұнда бізде ұпайлар саны көрсетілген екен, 60 ұпай. 60 ұпайды бізде 5 оқушы жинаған. 5 оқушы. Оған қосамыз, 8 оқушы бізде 40 жинаған екен. 40 ұпайды бізде 8 оқушы жинаған. Қосылған 7 оқушы 80 жинаған. Қосылған 3 оқушы 20 жинаған екен. Және 2 оқушы 90 жинаған. Осының барлығын қосып, біз нешеге бөлеміз? Оқушылардың санына бөлеміз. Ол бізде оқушылар саны 5, 8, 7, 3, 2. Сонда қосатын болсақ, бізде 25 шығады. Бөліміне 25 дейміз. Мұнда калькулятормен есептей салсақ та болады. 300 қосу 320, 560, 60 және 180 бөлінген 25. Калькулятормен есептесек, барлығын қосып және 25-ке бөлсек, бізде 56,8 жауабы шығады. 56,8 бізде А вариантында тұр екен. Мұнда бізде арифметикалық ортасын тапқанда бізде қателік жібермеу керек. Себебі бізде қанша оқушы бар, соншаға бөлеміз. Кейде біреулер
мұнда 5 түрлі маған болғандықтан 5-ке ғана бөліп қалады. Алайда бізде оқушылар саны 25 қой, сондықтан 25-ке бөлуіміз керек. Келесі есеп. Берілген тізбектегі заңдылықты анықтап, сұрақ белгісінің орнындағы санды табыңыз. Бұл заңдылық әр кезде әрқалай келе береді, сондықтан оны арнайы бір формуласы жоқ. Жаттау керек емес, сол жерде ол логикалық түрде шығарылады. Бізде мұнда 4-ті аламыз. 4-ке бізде 3-ті көбейтіп, 1-ді қоссақ, бізде келесі сан 13-ті шығарып береді. Дұрыс па? 13-ті аламыз, 3-ке көбейтеміз, 1-ді қосамыз, сонда бізде келесі сан 40-ті шығарып береді. 40-ті аламыз, 3-ке көбейтеміз, 1-ді қосамыз, сонда бізде 121-ді шығарып береді. Демек, біз әрбір санға 3-ті көбейтіп 1-ді қосып отырсақ, бізге келесі санды шығарып беріп отырады. Дәл солай сұрақ белгісінің орнын табамыз. 121-ді 3-ке көбейтеміз, 1-ге 1-ді қосамыз, 364. 364 жауабы бізде D вариантында тұр. Келесі есеп. 4 мысықты барлық мүмкін әдістермен 2-2-ден өлшегенде салмақтары 7, 9, 11, 6, 8 және 10 килограмм болды. 4 мысықтың салмақтарының қосындысын табыңыз дейді. Мұнда бізде алдымен барлығын қосып шығайық. 7, 9, 11, 6, 8 және 10. Төрт мысықты барлық мүмкін әдістермен 2-2-ден өлшегенде дейді. Сонда бізде 4 мысық болады. Әрбір 4 мысық болады. Әрбір мысықты өлшеген кезде бізде, мысалы, басқа біреумен бірге қосып өлшейді. Бір рет өлшейді, екінші мысықпен, үшінші мысықпен бір рет өлшейді, төртінші мысықпен тағы бір рет өлшейді. Сонда әрбір мысық таразыға 3 реттен түседі. Дәл солай мыналарда бір-бірімен солай түсіп шығады. Сонда бір мысық бізде таразыда 3 рет болады. Бірақ бізге оның 3 рет болғаны керек емес. Бізге оның жеке салмағы керек. Сондықтан оны біз барлығын қосып 3-ке бөлеміз. Сонда бізде әрбір мысық таразыға 1 рет өлшенген деп есептеледі. Бізде мұнда қоссақ барлығын 51 шығады. 51-ді 3-ке бөлеміз. 17. Демек 17 келі бізде 4 мысықтың салмақтарының қосындысы бұл. 17 жауабы бізде А вариантында тұр. Келесі есеп. 7-ге бөлгенде қалдығы 2-ге тең болатын сандар тізбегінің жалпы мүшесінің формуласын анықтаңыз дейді. 7-ге бөлгенде қалдығы 2-ге тең. Мысалы, ол 9. 9-ды 2-ге бөлгенде бізде қалдық, кешіріңіздер, 9-ды 7-ге бөлгенде бізде қалдығы 2-ге тең болады. Дәл осылай қалдығы 2-ге тең болатын сандарды формуласын жазу керек тізбегінің. Бұл жерде бізде жауап Б жауап болады. Неге? Себебі оны орындап көрейік. 7n плюс 2 дейді. n-нің орнына біз 1-ден бастап сандарды қойып шығамыз. Бірінші 1-ді қойсақ, 1-ге 7-ні көбейтсең 7, 2-ні қосамыз. Нешені береді? 9-ды береді. 9-ды бергенде бізде 7-ге бөлген кезде 2 қалдық шығады. Дұрыс па? Келесі сан бізде n-нің орнына 2-ні береміз. 2-ні бергенде бізде 14 шығады. 14-ке 2-ні қосамыз. 16. 16-ны 7-ге бөлген кезде тағы да бізде 2 қалдық шығады. Демек, бізге бұл формуланы жазу арқылы біз n-ге қандай мән берсек те 7-ге бөлгендегі қалдық 2 шығып отырады. Демек, дұрыс жауабы Б. Қалғандарында өздеріңіз қойып көрсеңіздер болады, ол қате жауап болып шығады. Келесі есеп. Суретте берілген мәліметтер бойынша ең жоғары жылдамдықпен жүрген автокөлікті көрсетіңіз дейді. Мұнда бізде график суретте автокөліктердің жүрген жолы және де уақыты берілген екен. Алдымен жылдамдықтың формуласын жазып алайық. В деп отырғанымыз S бөлінген Т, яғни жүрген жолдың уақытқа қатынасы. EDSVA автокөліктер берілген, 5 автокөлік.
бірінші автокөлік Е деп алайық. Жүрген жолы бізде мұнда 100 километрде тұрып 160-қа дейін көтерілген екен. 160-қа дейін көтерілген. Демек 60 километр жүрген. Неше сағатта? Сағат мына жақтан көреміз. 1 сағатта. Бірге бөлеміз. Сонда бізде 60 километр сағатына жүрген екен ол. Екінші автокөлік Д автокөлігі. Бізде 0-ден бастап 140 километр жүрген екен. Демек барлығы 140 километр. Неше сағатта жүріп өткен? 2 сағатта жүріп өткен. Формула бойынша 140-ты 2-ге бөлеміз 70. Демек 70 километр сағат жылдамдықпен жүрген. Келесі бізде С автокөлігі. С автокөлігі бізде 0-ден бастап мұнда 140-қа дейін. Демек 140 километр жүрген. Алайда неше сағатта? 4 сағатта. Демек 35 километр сағат жылдамдықпен жүріп өткен. Келесі бізде Б автокөлігі. 40-тан бастап бізде 160 километрге дейін жүрген. Демек 160-тан 40-ты азайтамыз. Алдымен 120 километр бөлінген. Неше сағатта? Көрсетілген 6 сағатта. Демек 20-ны 20-ға бөлеміз, 6-ға бөлеміз 20 километр сағатпен жүрген. Және де бізде соңғы 5-ші автокөлік А автокөлігі. Мұнда 60 километр жүрген екен. 60 километрді біз неше сағатта жүрген? 4 сағатта жүрген. Демек жылдамдығы оның 15 километр сағатына болған. Бізде енді жылдамдығы ең жоғарғы автокөлікті табыңыз деген. Мұнда 15, 20, 35, 70, 60. Демек жауабы 70. Д автокөлігі. Д автокөлігі бізде А жауабында тұр екен. Қателесіп кетпеңіздер, Д деп белгілеп, Д жауабында бізде С автокөлігі көрсетілген. Келесі есепке көшеміз. Сұрақ белгісінің орнындағы санды табыңыз дейді. Мұнда алдымен бірінші қатарды есептеп алайық. Жауабы берілген. Содан соң екінші қатарға көшеміз. 3х плюс 6 тең 2х плюс 46 дейді. Қарапайым теңдеу. Х-тарды бір жаққа жинақтаймыз. 3х 2х минус болып барады. 46, 6 минус болып барады. Сонда х тең бізде 40. 40-тың 25 пайызы дейді. 25 пайызы 40-тың бізде 10-ға тең. Дәл солай екінші қатарды есептейік енді. 7х, 2х мына жаққа жіберген кезде сол жаққа 2х минус болып барады. Теңдіктің мына бетінде 75 қалады да, плюс 5 мына жаққа минус 5 болып барады. Сонда 5х тең 70 болады. Х тең 14. Х тең 14. Және де бізде мұнда 50% деп көрсетілген екен. 14 шыққан болатын жауабы. Келді. 14-тің 50% бізде 7-ге тең. Дұрыс па? 7 жауабы бізде С вариантында тұр екен. Келесі есепке көшеміз. Шаруашылық бірлестігінде әрбір 30 басы малдың 12-сі жылқы дейді. 30 бас болса, оның 12-сі жылқы. Жалпы мал басы 220 дейді. 220 мал басы бар екен жалпы. Әрбір 11 жылқыға 15 гектар жайылымдық жердің шөбін жейді дейді. Шаруашылық бірлестігінде барлық жылқы қанша гектар жердің шөбін жейтінін табыңыз. Алдымен бізде барлық жылқының санын тауып алу керек. Бізде әрбір 30 бас сайын 12 жылқы кездесетіні белгілі, және барлығы 220 бас екен. Демек, мына X жылқы деп аламыз. Қарапайым формула бар бізде. Пропорция арқылы X-ті 220-ны көбейтеміз, 12-ге бөлеміз 30-ға.
Сонда бізде 88 шығады. 88 жылқы. Демек бізде 220 бас, жалпы 220 бас мал болса, оның 88-і жылқы екен. Енді бізге 88 жылқы неше гектар жайылымдық жердің шөбін жейтін табу керек. Мына жерге қолданамыз енді осыны. 88 жылқы неше гектар шөп жейді дейді. Тағы да пропорция. Мұндағы x табамыз. 88-ді көбейтеміз 15-ке. Және 11-ге бөлеміз. Сонда бізде 120 шығады. 120 гектар. Демек бізде 88 жылқымыз 120 гектар шөп жейді екен. Бізде неше гектар шөп жейтіні сұралған барлық жылқының? А жауабы 120. Келесі есеп. Суреттегі тіктөртбұрыштың периметрін табыңыз дейді. Бізде периметр дегеніміз ол барлық қабырғалардың қосындысы. Мұнда А, Б, С, Д. Осылардың сыртында белгіленген тіктөртбұрыштың периметрі. Іштегі шеңбер бізде радиусы 3 сантиметр делінген. Демек бізде мынауда бір-бірімен тең. Сондықтан мынаны 3 деп аламыз. Тура соның төменгі жағын 3 деп аламыз. Демек АБ қабырғасы бізде 6-ға тең. Ал осы радиус бізде мұнда 1 рет, мұнда 2 рет, 3 рет, 4 рет кездеседі. Демек БЦ қабырғасы бізде 12-ге тең. 3, 3, 3, 3, 12. Дәл солай. Мына жақ 12, мына жақ 6. Формуласы бойынша периметрдің 12-ні 6-ға қосамыз және 2-ге көбейтеміз. Сонда жауабы бізде 36 шығады. 36 жауабы бізде С вариантында тұр екен. Келесі есеп. Берілген фигураның периметрін табатын формуланы көрсетіңіз. Периметр. Бізде мұнда А1, 2 берілген, 2 рет. Демек 2А қосылған. С бізде 1, 2 рет берілген екен. 2С. Және Д бізде 2 рет берілген. 2Д. Және Б бізде 1 рет берілген. Осы бізде периметрдің формуласы болып шығады. Осы фигура үшін ешқандай қабырға қалып кетпеді. Демек, жауапқа қараймыз. Жауапта Д жауабында берілген екен. 2А, 2С, 2Д плюс Б. Келесі есеп. Қазан сөзінің әріптерін қанша тәсілмен 5 әріптен тұратын әртүрлі сөздер құрастыруға болады дейді. Қазан сөзі. Бұл бізде комбинаториканың формуласы бойынша П тең N факториал. N деп отырғанымыз бізде элементтердің саны. Мұнда бізде элементтер әріптер. Бізде 5 әріптен тұрады. Орындарын ауыстыру арқылы бізде неше сөз шығатын табуымыз керек. Сөздердің мағынасы болуы шарт емес дейді. Мағынасы болмаса да бола береді деген сөз. Демек 5 факториал бізде 120-ны береді. Енді бір ескере кететін жайт, бізде мұнда А әрпі 2 рет берілген. Мұндағы әріптердің орнын ауыстырғанмен бізде ешқандай да мағынасы өзгермейді, еш өзгеріссіз қалады. Сондықтан да біз мұны 2-ге бөлеміз 120-ны. Сонда бізде 60 шығады. Яғни кез келген сөз құрастырған сайын бізде аның орнын өзіміз негізі ауыстырып отырамыз. Бізде оны ауыстырудың керегі жоқ. Сол үшін 2-ге бөлеміз әрбір сөзді. Сонда бізде 60 жауабында тұр екен. Келесі есеп бізде 1-ден 2 кубик лақтырылды. 2 кубик еденге түскенде олардың көрсеткен цифрлардың қосындысы 7 болуы ықтималдығы неге тең екен? Табыңыз дейді. 7 болу үшін кәдімгі 2 кубик лақтырылған. 1-ден 6-ға дейін белгіленген олар. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Осы сандар шығуы мүмкін кубиктерден. Бірінші кубик бізде 6 шыққанда, екінші кубик 1 шығады. Сол кезде бізде 7-ге тең болады. Дұрыс па? Немесе 5 пен 2 шыққанда, 4 пен 3 шыққанда, 3 пен 4 шыққанда, 2 мен 5 шыққанда және 6 мен 1 шыққан кезде. Сол кезде қосындысы 7 болады. Мұнда 1 менен
6 былай. Сонда бізде барлық саны мұнда 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 штук болды. Бізде 2 кубиктің лақтырғанда общий саны бізде 6-ның квадраты 36. Демек 36 түрлі шығу мүмкін. Формула бойынша барлығының саны 16 және бізге керегі мынау 6 шығу керек. Қысқарту амалын қолданамыз да. Мұнда 1, 6-тан 1. 6-тан 1 жауабы бізде Б вариантында тұр. Келесі есеп, дүкенде сөмкенің бағасы М теңге тұрады дейді. Сөмке М теңге. Егер 3 жейдені П теңгеге және 2 шалбарды Q теңгеге алуға болса дейді. Онда бір сөмке деп қояйық. Және 3 жейде бізде П теңге және 2 шалбар бізде Q теңге дейді. Егер осындай болса, 6 жейде және 6 шалбарға төленетін ақшаға қанша сөмке сатып алуға болатынын табыңыз дейді. 6 жейде мен 6 шалбардың ақшасына неше сумка сатып алуға болады дейді ғой. Демек, қосамыз мұнда. Алдымен 6 жейде бізде, алдымен 3 жейденің өзі бізде П теңге тұрады. Демек, 6 жейде бізде 2 есе қымбат тұрады. Демек, 2 П болады. Және оған 6 шалбар ақшасын қосу керек. Бізде 2 шалбардың өзі Q теңге тұрса, 6 шалбар бізде 3 есе көбейеді. Демек, 3 Q деп аламыз. Бізде барлық сума осы. Енді бұған неше сөмке сатып аламыз біз? Бір сөмкенің өзі М теңге тұрса, демек, М-ге бөлеміз. Сонда бізде сөмкенің саны шығады. Осы формула бойынша есептеліп, бұл формула бізде бір жауабында тұр екен. 2P плюс 3Q бөлінген М. Келесі соңғы есеп екен. Куб пішіндес қораптың ішін радиусы 2 см болатын 27 шармен толтыруға болады. Осы қорапта радиусы 3 см болатын қанша шармен толтыруға болатын табыңыз дейді. Біріншісін R кіші деп алайық. Радиусы 2 см. 27 шармен толтыруға болады екен. Бір кубта. Сосын бізге екіншісінде радиусы үлкен R деп алайық. 3 см болса егерде, онда неше шар сияды дейді. Мұнда біз пропорцияны қолдана алмаймыз. Неге? Себебі ойша есептеп қарасаңыздар сіздер, мұнда 2 см шармен радиус 2 см болатын шардың 27 сияды бізде. Ал егерде ол 3 см өссе, демек бізде азғантай болу керек. Азырақ сию керек. Ал пропорция қолданатын болсақ, бізде керісінше артып кетеді. Сондықтан пропорция мұнда қолдана алмаймыз. Ол үшін алдымен бізде көлемнің формуласы бар. Шардың көлемінің 4 бөлінген 3 пи r куб. Мұнда геометрияның формулалары қолданылып жатыр. Бірінші шардың формуласын алайық. Кіші шардың 4 бөлу 3 3/14 көбейтілген r куб. 2-ның кубы бізде 8-ге тең. Сонда жауап бізде 33/5 шығады. Бұл бізде бір шардың көлемі. Енді бізде осындай шардың 27-сі бар дейді. 27-сі бар деген сөз 33/5-ті көбейтеміз 27-ге. Сонда бізде 100 кешіріңіздер. Есептелім кетті. 33/5 көбейтілу 27. 904. 904/5. Бізде бұл толық көлемі шардың. Толық көлемі. Шардың емес, кубтың бізде 904/5 куб көлем. Енді бізге осы көлемге радиусы 3 см болатын неше шар сияды. Ал мен ол үлкен шардың да көлемін тауып алайық. V2 дей салайық. 4 бөлу 3 көбейту пи мәні 3/14 көбейтілген
радиус 3 см болса, куба бізде 27. Калькулятор бойынша есептейміз. Сонда бізде 113 шығады. Демек, радиусы 3 см болатын болса, 113 болады бізде. Бұл бір шардікі. Бір шар үшін. Радиусы 3 см болатын бір шар үшін. Бізде общий көлемі кубтың 904-те 5. Ал бір шардікі 113. Яғни оңай формула бізде 904-те 5-ті бөлеміз 113-ке. Демек, неше шар сиятыны солай белгілі болады. Бізде мұнда толық 8 шығады. 8 шар сияды деген сөз. 8 жауабы бізде Е вариантында тұр екен. Е жауабы дұрыс болады. Есепте барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Рахмет.